Мына фигураның атауы шашы. Шашының төрт қабырғасы да бір-біріне тең. Бірдей, яғни барлық қабырғасы. Мына жер 2 сантиметр болса, мынау да 2 сантиметр, мынау да 2 сантиметр, мынау да 2 сантиметр. Сол барлық қабырғасы бірдей тең болған үшін оны тек бір әріппен А деп белгілеп аламыз. Периметрін табу үшін. Жалпы периметр дегеніміз фигураның барлық қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы. Енді мына шашының периметрін табу үшін пи тең А көбейту 4 дейміз. А дегеніміз міне. 4 дегеніміз ол мынаның 4 қабырғасы деген. А деп мына жерге бір ұзындығын сызғышпен өлшеп аламыз. Мына жерден кітабымызда берілген фигураны өлшеп аламыз да, әрі қарай фигураның ұзындығын периметрін таба береміз. Енді пи тең дейміз. Сызғышпен өлшегенде мына жер менде 3 сантиметр шықты. 3 сантиметр. Аның орнына мен мына жерге 3 сантиметр деп жазамын. 3 сантиметр көбейту 4 деймін. Міне 3 сантиметрге 4-ті көбейтемін. Менде 12 сантиметр шығады. Демек, менің мына шашымның периметрі 12 сантиметр шықты. Периметр тең 12 сантиметрге тең. Міне, көрдік па? Мына фигура міндетті түрде дәптердің сол жағына сызылады. Дәптердің сол жағын қайсы екенін білмесеңіз, сол қолыңыз қай жағында? Демек, сол жағына сызыңыздар. Ал мына оң жағына арасына 3 торгөз тастап жазылады. Мына екі араға 3 торгөз тастап жазылады. Түсіндік па? Одан кейін, мынадан кейін тағы астына фигура сызу керек болса, мына жерден 2 торгөз тастап сызбайсыздар. Мына жазу, мына жерінде соңырақта тұр ғой. Содан кейінірек 1, 2, 3 торгөз тастап сызып, келесі фигураны сыза берулеріңізге болады.